Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер және құрметті оқытушылар. Бүгін ойлы болсаң озып көр атты Бринклин интеллектуалды ойынымызды бастаймыз. Енді бүгінгі ойынымыздың негізгі мақсаты, яғни сіздердің оқушылардың білімін, дағдыларын және логикалық ойларын тексереміз және еңбекке деген ынтасын дамытамыз. Енді бүгінгі осы интеллектуалды ойынымыздың негізі 3 кезеңнен тұрады. Қазір сіздер қай кезең бойынша, яғни бірінші ғажайып алаңы, екінші полиглот кезеңі, үшінші ребустар шешесіздер. Енді бағалау жүйесі бойынша сіздерді бүгінгі білімдеріңізді бағалайды, яғни электротехникалық пәндердің бөлімшесінің меңгерушісі Айгүл Мұтаповна және электротехникалық пәндердің оқытушысы Талғат Талапович. Енді мен бірінші бүгінгі ойынымызды бастамас бұрын сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. 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 Енді балалар, кішкене ойынымызды бастамас бұрын сіздер осы Павлодар қаласында Чокин көшесі дегенді білесіздер, иә? Иә. Сұрақ, жалпы Чокин көшесі деп айтамыз, бірақ бұл қандай ғалым? Бұл ғалым қандай жаңалықтар ашқан? Білесіздер ме? Бар ма іштеріңізде? Кім айтады? Қандай ғалым? Чокин көшесі деген, мысалы үшін, трамвайға отырған кезде, немесе автобусқа, маршруткаға отырған кезде бізде Чокин көшесі деп тұрады. Картадан да өздеріңіз көресіздер. Бұл президент академии. Иә, қандай ғылымдардың академигі? Не ашқан жалпы? Қазақстанда не ашқан? Энергетик. Өте жақсы, молодцы. Яғни Шокин, Шапық Шоқұлы деп отырмыз, ғалым, энергетик, техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғалым қайраткері, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қаныш Сәтпаев атындағы сыйлығының лауреаты, КСРО құрметті энергетика. Ең кеңістік және қазақстандық ғалым энергетик. Қазақстанда энергетика ғылымдарының негізін қалаушысы. Бұл ғалым, яғни Баянауыл, Павлодар облысының тумасы. Баянауылдағы ауылдық мектепте шаруашылығы мектебінде оқыған. Сонымен бүгінгі ойынымыздың бірінші кезеңін бастаймыз. Бірінші кезеңі ғажайып алаңы деп аталады. Алдыларыңызда 4 тақырып бойынша сұрақ беріледі. Өлшем бірліктері, қызықты сұрақ, электр қауіпсіздігі және ғалымдар. Әр топ, яғни әр топтың студенттері осы сұрақтар бойынша жауап не істейді, сұрайды. Өздеріңіз айтасыздар. Әр сұрақтың 10, 20, 30, 40-тың астына сіздерге сұрақтар жасырылған. Сол бойынша балаластар. Мысал үшін, Ем150, мысал үшін өлшем бірліктері 10 дейтін болса, сол 10 балын алады. Берілген сан бойынша бал жинайсыздар. Түсінікті? Иә. Ал сәттілік. Сонымен бірінші бізде енді 130 тобының студенттерінен бастайық. Егер сұраққа жауап беретін студент болса, бірден жауап бересіздер. Яғни, мен жауап берейінші деп мұғалім сұрап, сосын жауап бересіздер. Ал 139 студенті кім таңдаймын дейді? Дүйсенбек Қызырбай, естіп тұрсыз ба? Онан 4-тен бірін таңдайыңыз осында? Иә, 4-тен бірін таңдайсыз. Қайсысын таңдайсыз? Мысал үшін, өлшем бірліктер 20, 30, 40 деп. Немесе қызықты сұрақтар 10, 20, 30 деп. Қайсысын таңдайсыз? Қызықты сұрақтар таңдайсыз. Қызықты сұрақтар неше? Уақытымыз өтіп барады, тездетіңіздер. 20. 10. 10 ба? Давайте 10-нан бастайық. Ал тыңдаймыз. Арбаның алдыңғы дөңгелегі артқысынан неге бұрын қажалып тозады? Алдыңғы дөңгелек. Басқа топтарға жауап беруге болады ба? Ау.
Басқа топтағы жауап берді болады па? Басқа топтарға жауап береді. Ең бірінші жаңағы Т130 тобының студенті, сізде жауап бар ма? Жауап бар ма сізде? Жауап жоқ менде. Жауап жоқ. Келесі топтар. Мұғалім, Ау, мен айтам. айта қойыңыз, иә тыңдап тұрмын. Алдыңғы доңғалақ тастарға бірінші тиеді. Көп нәрсе көреді. Бірінші дейді, сіздің жауабыңыз. Келесі, басқа жауап бар ма екен? Көп нәрсе көреді. Бірінші жүреді. Бірінші жүреді. Одан басқа. Алдын бастайды. Жауап бар ма? Артыңғы доңғалақ, мұғалім артыңғы доңғалақ бұрылмайды, егерде ол мысалы оңға солға бұрылғанда ол бұрылмайды, содан тозады. Жоқ, жақсы. Басқа жауап жоқ, иә? Сонымен, дұрыс жауабын қараймыз, балалар. Арбаның алдыңғы дөңгелегі артқы дөңгелегінің кіші болатындықтан тез тозады. Ешқандай жауабы дұрыс болмады. Келесі, Ем150 тобы. Яшықты таңдай қойыңыздар. Өлшем бірліктері. Өлшем бірліктер. Неше? 20. Ток күшін реттеу үшін қандай құрылғы қолданылады? Ток күшін реттеу үшін қандай құрылғы қолданылады? Етеміз. Амперметр. Амперметр. Келесі. Вольтметр. Так, дұрыс жауабы. Амперметр. Амперметр. Келесі. Ажы 110 тобының студенті. Кезетіндер. Ғалымдар 30, 20. Аса көрнекті қазақ геологы, қоғам қайраткері, қазақ КСР ғалымы академиясының ұйымдастырушысы және оның тұңғыш президенті, қазақ КСР академиясының академигі. Сіздерге подсказка. Суретіне қарап, кім бұл? Қандай ғалым? Біздің жерлесіміз. Қаныш Сәтбаев. Жақсы, қайта. М150 Қаныш Сәтбаев. Өте дұрыс. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Жақсы. Келесі, Ем150 ары қарай сіздер таңдайсыздар. Өлшем бірліктерін қайтадан таңдауға бола ма? Болады, әрине. Кез келген таңдай бересіздер. Өлшем бірліктері 30. Өлшем бірліктері 30. Энергияның өлшем бірлігімен аталатын ғалым. Ал? Жауап беріңіз. Я, жоқ, жаңағы таңдаған студент жауап береміз. Бар ма жауап? 150. Жауап беріңіз. Джоуль. Жақсы. Джеймс Джоуль. Ньютон. Джеймс Джоуль. Ал, жауабы? Ньютон. Дұрыс. Джеймс Джоуль. Мұғалім. Ем150 Ем150 студентіне М150 ма дұрыс жауап берген? Я, мен айттым. Дұрыс. Келесі. 30 балл қосасыз, Айгүл Мұтапына. Келесі Ем150 ары қарай жалғастыра беріңіздер. Тездетеміз балалар, уақыт. Өлшем бірліктері 40. Өлшем бірліктері 40. Онсыз өлшеу құралдары болмайды. Несіз өлшеу құралдары? Несіз өлшеу құралдары болмайды? Ал, Ем150 сіздерден жауап күтіп отырмын. Егер Ем150-де жауап болмаса, онда басқа топтар, Ажы110 және Т130 топтар жауап берулеріңізде болады. Өлшем бірліктерінсіз. Өлшем бірліктерінсіз құралдар болмайды, я? Өлшеу құралдар болмайды. Жақсы. Басқа жауап бар ма? Жауап бар ма? Жоқ. Шкаласыз өлшеу құралдары болмайды. Келесі. Ажы110 тобының студенті. Қызықты. Қызықты сұрақтар неше? Сұрақтар 30. 30. Электровоздың түтіні батысқа қарай созылып жатыр. Өзі қай бағытта қарай жүріп жатыр?
Мұғалім ол электронный. Ол да түтін шықпайды. Өте жақсы. Кім жауап берді? AG110 Ламан Жасұлан. Дұрыс. Электровоздың түтіні болмайды. Жақсы. AG110-ға қоясыздар. Келесі AG110 арға жалғастыра беріңіздер. Қызықты сұрақ 20 балл. 20 қызықты сұрақтар 20. Жақсы. 3 әке және 6 бала серуенге шықты. Олар 42 алма сатып алды. Бұлардың қайсысына 6 алмадан, әрқайсысына 6 алмадан тиеді? Барлығы нешеу? Барлығы нешеу? 3 әке, 6 бала серуенге шықты. Олар 42 алма сатып алды. Бұлардың әрқайсысына 6 алмадан тиді. Барлығы нешеу сонда балар? Неше адам барлығы? 54. 54. Бұл кім жауап берді? 7. Так, 54 кім жауап берді? М150. М150. М. Кім жауап берді? 7 деп кім жауап берді? Қай топ? Мен М150. М150 мен. М150. Басқа топтарда жауап жоқ па? Жақсы. Егер жауап жоқ болса, онда ұяшығымызды ашайық. Сонымен дұрыс жауап 7 дұрыс. 1 атасы, 2 әкесі, 4 немересі. Бұл сұрақтың балы құрметті әділқазылар мүшелері М150-ге кетеді. Енді келесі М150 таңдай қойыңыздар. Қызықты сұрақ 40. Қызықты сұрақ 40. Құдыққа арқанды созып тастасаң 1 метрге батады. Ал арқанды 2 бүктесе 1 метрге жетпей қалады. Сұрақ: арқан қанша метр, ал құдық қанша метр болған? Я, бұл қай топтың студент, айта қойыңыз, неше депсіз жауабын? Жауап бар ма? М150 жауап. Қазір. Уақыт балар, уақыт кетіп жатыр. Кімде жауап бар балар? ТЕ130 жауап бар ма? AG110 жауап бар ма? Мен айтсам бола ма? Құдық 3 метр, арқан 2 метр. Тобының балаларын жауабын тыңдаймыз, сосын кейін келесі топтың балалары жауаптарын айтуға болады. Я, М150 айта қойыңыз. Мұғалім құдық Арқан 4 метр, арқан 2 метр. құдық 3 метр. Арқан 4 метр, құдық 3 метр. Маған жауап берге бола ма? 150 ем, я? Келесі. Мен жауап берсем бола ма? Бұл қай топ? Мұғалім Арқан 4 метр, құдық 3 метр. Бұл қай топтың жауабы? М150. Так, енді ТЕ-ның жауабын күтейік. ТЕ айта қойыңыз. мұғалім Ау. AG110 арқан құдық 3 метр, арқан 2 метр. 3 метр, арқан 2 метр. 2 метр. Ал ТЕ130 сіздердің жауаптарыңыз бар ма? Мен айтайын, құдық 2 метр, арқан 1,5 метр. Арқан 1,5 метр. Ал дұрыс жауабын. Арқан 4 метр, құдық 3 метр. Бұны дұрыс жауап берген бізде М150 тобының студенттері. Топ. Әділқазылар арқасы қызықты сұрақ 40-ты М150-ге қойасыздар. Ары қарай М150 тобы ұяшықты таңдаймыз. М150 тобы ұяшық таңдаймыз. Ал. М150 тобы. Өлшем бірліктері 10. Өлшем бірліктері 10. Жақсы. Кедергі қандай аспаптар арқылы өлшенеді? Кедергі қандай аспаптар арқылы өлшенеді? Так, жауап бар ма? Жауап бар ма? Жауап жоқ. Так, ТЕ130 жауап бар ма?
Бұны сіздер физикадан өтіп кеттіңіздер, мектептен өттіңіздер, биыл колледж сабағында өтіп жатсыздар. Кедергіні қандай аспаптар арқылы өлшенеді? 10 метр. Так, бұл қайсы? Қай топ? 10 метр. Так, М150 10 метр деді. Ажы 10 метр деді тоже, е? Қазір мен шығып кетті да қайтадан кірдім. Так, енді жауабы. 10 метр, дұрыс. М150 тобы бірінші жауап берген, сол үшін М150 тобының жауаптары қолданылады. Жақсы, молодец балалар. Ары қарай М150 жалғастырыңыз. Ғалымдар 10. Ау, ғалымдар Ғалымдар 10. түртті бейнеленген ғалымды табыңыз. Тепетеміз. Так, басқа топ студенттер. Ажы 110. Жауаптарыңыз бар ма? Фридрих Ницше. Кім? Фридрих. Кім? Фридрих Ницше. Жоқ. Ойбай, жоқ деп айтып қойыппын ғой. Келесі. Басқа студенттерден, басқа топтардың жауабы бар ма? Ломоносов ғой. Оны кім жауап берді бұл сұрақты? Кім жауап берді? Светлана Владимировна ответила. Михаил Васильевич Ломоносов, атмосфералық электрді зерттеген ғалым. Так, ешкімге берілмейді. Келесі. Қайтадан басынан бастасақ, Т-е 130 тобы, ұяшықты таңдаймыз. Т-е 130 тобы, ұяшық таңдаймыз. Т-е 130 тобы. Электр қауіпсіздігі 20. Электр қауіпсіздігі 20. Трансформаторлық қосалқы. Мысалы үшін ауылдарында мынандай трансформаторлық қосалқы станциясы тұрады. Соның есігі ашық тұрады. Ашық тұрса не істейсіңдер? Барып жауап саласыңдар ма? Әр ауылда осындай станция бар дедік, иә? Енді аудан. Электрик шақыруға мұғалім. Не істейсіңдер? Барып есігін барып жауап саласыңдар ма? Электрик шақыруға. Не істейсіңдер? Кім айтады жауабы? Оны арнайы мамандарды шақыру керек. Иә, арнайы мамандарды шақырту керек. Себебі бұл жерде тоқ жүріп жатқандықтан адам өміріне қауіпті. Өте жақсы. Яғни, көрсетілген номер, сыртында номер тұрады, номерге звондап, арнайы мамандар шақыртасыңдар, айтасыңдар, иә, есік ашық тұр, осындай мекен жайда деп, мекен жайды толығымен айтасыңдар. Себебі жаңа өте жақсы кетті, адам өміріне өте қауіпті, барып қолмен ұстамайсыздар. Түсінікті? Қандай топ дұрыс жауап берді? М150. М150. Ал М150. Ары қарай. Электр қауіпсіздігі 30. Электр қауіпсіздігі 30. Электр беру желісіне сым үзіліп, шеті жерге құлап түсті. Сенің әрекеттің не істейсіңдер? Барып. Бұндай жағдайда мүлдем жақындауға болмайды. Иә, өте жақсы. Себебі онда тоқ болады, ол да адам өміріне қауіпті. Барынша аулақ жүру керек. Сонымен мамандар шақыру керек. Иә, мамандар шақыру керек. Бұл жерге, яғни хабарласуға болмайды, жанына баруға болмайды, өте қауіпті. Жаңа сыртындағы 112 нөміріне қоңырау шаласыздар. 20 метр радиуста айналып өту керек. 1 метр, 2 метр емес бала, 20 метр радиуста. Түсінікті, естеріңізге сақтаңыздар. Келесі М150. Ғалымдар 30. Ғалымдар 30. Қандай ғалым электр кернеуінің өткізгіште өтетін ток күшімен және өткізгіштің кедергісімен байланысын анықтайтын заңды ашты? Сіздерге подсказка. Суретіне қараңыздар. Т-е 130 тобының студенттері біз сіздермен бұл ғалымды өткенбіз. Тездетеміз балалар. Уақытымыз аз. Бар ма жауап? М150 бар ма? Т-е 130 бар ма? Вольтан. Вольтан. Келесі. Т-е 130 жауап бар ма? Жоқ. Жоқ. Ажы жоқ, иә?
Сонымен кім екен? Ом заңын өттік қой бәріміз физикадан. Өттік. Георг, Симон. Мұғалім жауап бар. Уже шығып қойды жауабы. Айтайын деп. Келесі. Ажы 110 табылды. Яшық таңдаңыздар. Ажы 110 тобы яшық таңдаймыз. 10 балл электр қауіпсіздігі. 10 балл, жақсы. Электр тоғын көруге болады, естуге болады, дәмін сезуге болады. Олай ма? Жоқ. Дұрыс емес. Жоқ, тұра тұрыңыздар. Дәмін сезуге болады. Балалар ажы 110 жауап береді. Сосын мен сіздерге жауап бере алмаса, сіздерге сұраймыз. Мұғалім, үшеуінде де болмайды. Болмайды. Жақсы. Яғни көрінбейді, көре алмаймыз, естілмейді, ести алмайды. Дәмін сезе алмаймыз, дәмі жоқ. Түсінікті? Ажы 110. Мақпал Сержанова жаңа дұрыс жауап берген қандай топ? Ажы 110 тобы. Иә? 10 болды. Қандай, кім? Электр қауіпсіздігі 40. 40. Электр желісіне сым ұрлау. Ал? Ол өте қауіпсізді, егерде... Өте қауіпті. Қауіпті. Иә? Иә, қауіпті, егерде ток соғады, ол өте қауіпті мұғалім. Одан басқа қандай қаупі бар ток соққаннан басқа? Бір жерде свет өшіріледі, немесе замыкание болып кетеді, ол өт болуы мүмкін. Өліп қалу. Өлім және өт шығуы мүмкін замыканиядан. Өмірмен қош айтысу болуы мүмкін. Өрттен бұрын өмірмен қош айтысу. Сонымен әділқазылар арқасы дұрыс жауабын қараңыздар. Егер жауабын қабылдаңыздар. Толық жауап болса. Мұғалім, ажы студиясы мен айттым сол. Ең бірінші ажы 110 жауап берді. Және 1 миллион теңгеге дейін айыппұл. Штраф дейміз ғой, орысша штраф төлейді. Немесе 10 жылға дейін. Яғни қылмыстық жазалау мерзімі жазаланады. Түсінікті? Сіздер тек қана айттыңыздар, өлер де қауіпті, адам өліп қалуы мүмкін деп. Ал енді әділқазылар арқасы өздеріңіз есептеңіз. Так, ғалымдар 40 бұл барлықтарыңызға бірдей сұрақ. Сонымен қараймыз. Электр тоғының жылу ықпалына сапалық баға беретін физикалық заң қай ғалымдың есімімен алынған? Тесла. Одан басқа бұны кім жауап берді? Тесла деп кім жауап берді? Жасұлан Еламан, ажы 110. Ажы 110. Дальше. Басқа жауап бар ма? Жоқ. Не? Джоуль Ленц заңы. Джоуль Ленц заңы. Бұны кім жауап берді? М150. Ленц заңы. Ал ТС 130 жауап бар ма? Жоқ. Жоқ. Сонымен қазір 10 минуттан кейін бітеді. Жеміз жаңағы дұрыс жауап берген. М150. М150. Жақсы балалар. Енді келесі немене сұрақтарға тез жауап береміз. Екінші неменеміз сайысымыз полиглот деп аталады. Полиглот сайысының негізгі мақсаты, яғни біз 3 тілді біліп үйренуіміз керек. Жаңа бірінші тур сияқты созбаймыз, өйткені біздің 10 минут уақытымыз қалды, тез етеміз балалар, иә? Так, аяқсыз жүреді, 30 жанып кетеді, тістері жоқ, бірақ тістейді. 3 тілде жауап берулеріңіз керек. Жауап бар ма? Книга, бук. Книга, кітап, книга, бук. Басқа жауап жоқ па? Бук. Кітап, книга, бук. Так, жауабы. Электр тоғы, электрический ток, электрик current. Жаңа өзіміз айттық қой. Сіз неме істейді? Электр тоғы. Келесі. Күн сайын таңғы 6-да мен оятамын айғайлап. Оятқыш, будильник. Аларм. Alarm clock. Бұл қай топ? М150. М150-ге қосамыз. Сіз экранға шыққаннан кейін ағылшыншасын айттыңыз. Сол үшін сізге 20 балл. Қазақша орысшасын айттыңыз. Так, келесі. Үйдің іші шыны көпіршік. Ал онда от тұрады.
күндіз ол ұйықтайды, ал қалай оянады? Жарқын жалын жанады. Тездетеміз балалар, уақыт. Пеш. Пеш, иә. Печка. Печка. Стол. Форе. Ал жауап көрейік. Электрлік шам, электрическая лампочка, электролямп. Келесі сұрақ. Қызған жебе ауыл маңындағы еменді құлатты. От. Найзағай. Найзағай. Бірінші кім айтты? Найзағай. М150. Молния. Найзағай. Мұғалім, бірінші мен айттым, азы 110. Найзағай, сосын кейін? Молния. Молния. Сосын Легингтин. Ал көр. Лайтинг. Так, найзағай, Лайтинг. молния, лайтинг. Екі сұраққа ғана жауап берді. Сосын М110-ға, А110-ға, еламанға 20 балл. Мен сәл ыстық өтемін, және тегіс жайма боламын. Мен кемшіліктерді түзете аламын, және шалбарға қыр саламын. Өтік. Так, өтік, иә. Утюг. Ағылшыншасы? Айрон. Дұрыс. Поезд. Так, бұл қай топ? М150. М150. Бірақ егер қаласаңыз, бір рет басу арқылы күн жасаймын. Түн. Шам, иә. Свет. Сосын кен? Ламп. Ал. Пенделе. Жауабы азырақ. Выключатель, switch. Так, сонымен келесі сұрағымыз ребустар шешу. Екі ребус қана шешіп үлгеретін сияқтымыз балалар, сол үшін екі ребус. Так, алдыларындағы ребустың жауабы қандай? Ребустың жауабы алдыларыңызда қандай? Артынан екеу. Жауап бар ма? Жауап балалар. Кернеу. Өте жақсы. Кім жауап берді? М150. Молодец. Келесі, тездетеміз. Ал, алдыларыңызда жауап. 3 сұраққа ғана үлгереміз, балалар, тездетеміз. Англия. Магния. Жоқ. Жауап бар ма басқа? Энергия. Энергия, дұрыс. Ерхан Тайбович. Келесі. Соңғы сұрақ, балалар, үлкен үлгермейміз. Тездетеміз. Кім жауап берді? АЖ-110 еламан. АЖ-110, дұрыс. Так, соңғы жарайды, болды, соңғы. Азот. Жауап? Вольт. Вольт көріп тұрғаныңызда. Енді біздің әділқазылар алқасы уақытымыз өте аз қалды. Сол себепті тезірек оқушыларымыздың, яғни қатысушыларымыздың балдарын жинап жүрсеңіздер. Есептеп, орын алған студенттерге, яғни арнайы сіздерге құрмет грамотасы бар, ол кураторларыңызға тапсырылады, сіздер онлайн оқығандықтан. Яғни кураторларыңыз сіздерге жібереді. Фотоға түсіріп, өздеріңіз жетістіктеріңізді көруге болады. Так, балалар, жаңа конкурстың бағаларын, ұпайларын санадық. 3 конкурс бойынша ұпайлар үшінші орында Т130, даже үшінші орын деп айтуға болмайды, өйткені бұл топта енді бірде балл жоқ екен. Екінші орын АЖ-110 80 ұпай алған, және бірінші орында М150 260 ұпай. Ал М150 құттықтаймын. Осындай биік жетістіктерге жеткендеріңіздер, сәттілік тілеймін. Сіздердің құрмет грамоталарыңызды кураторларыңызға тапсырамын. Қатысқандар көп рахмет. Тек қана сіздерге Рахмет мұғалім, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.